Сәлем баршаларыңызға. Бүгін ауызашарға гречкадан котлет дайындайтын боламыз. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға гречканы саламыз. Мен гречкадан тамақ жасаған, содан артылған гречкадан жасадым. Гречканың үстінен тауық етімізді, пиязымызды және шібітілген нанымызды салып, үстінен 2 дана жұмыртқамызды жарып алып, жарты қасық тұзымызды саламыз және дәмдеуіштерімізді салып араластырамыз. Екі 250 граммдай ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Соңында котлетімізге 3 тісше сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді котлетімізді формасына келтіріп, қуыруға дайындаймыз. Алдымен қолымызды суға малып алып, котлетімізді видеодағыдай етіп, домалақ етіп жасап аламыз. Табамызға майды құйып, қызығаннан соң котлеттерімізді 2 бетін қызартып қуырып аламыз. Мінекей гречкадан жасалынған котлетіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Арнама лайк басып және тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.